Саламатсыздар, қадірлі көрермен, эфирде жаңалықтар, студияда Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Алдымен көретіндеріңіз. Украинада жүріп жатқан арнайы операцияда 498 ресейлік әскер қаза тауып, 1597 адам жарақат алды. Бұл туралы Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігі мәлімдеп отыр. Украинадағы әскери әрекеттерді дереу доғару қажет. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Украина шекарасында қалып қойған ауыр жүк көлік жүргізушілеріне көмектесіп жатыр. Қарап жатқан кәсіпкерлер осыны мәселе кез болып жатса, шетелде қиналып, біздің ұлттық кәсіпкерлер палатасына хабарласа алады. Ел үкіметінде дағдарысқа қарсы шаралар жөніндегі жедел штаб құрылды. Штаб немен айналысады? Сәлден соң. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Украина президенті Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлесті. Оған Украина тарапы бастама болған. Екі ел басшылары Украина төңірегіндегі ахуал бойынша пікір алмасты. Қасым-Жомарт Тоқаев ондағы әскери іс-қимылдарды тоқтату және одан әрі болдырмау үшін келіссөздер барысында уағдаластыққа қол жеткізудің маңызды екенін айтты. Сондай-ақ гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты одан әрі дамытуға келісті. Ата кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев кеше Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен де телефон арқылы сөйлескен еді. Қасым-Жомарт Тоқаев Украина төңірегіндегі ахуалға қатысты келіссөздер барысында ортақ келісімге қол жеткізудің аса маңызды екенін атап өткен болатын. Тараптардың ешқайсысын қолдамаймыз. Қорғаныс министрінің орынбасары Сұлтан Қамалетдинов Ресеймен Украина қақтығысы туралы осындай пікір білдірді. Сонымен қатар ол Қазақстан қарулы күштері қаншалықты қауіпсіздікті қамтамасыз ете алатыны туралы айтты. Вот этот вопрос, он всех беспокоит. Әрине бұл мәселе бәрін алаңдатады. Кеше министр айтқандай, қарулы күштер қойылған міндеттерді орындауға дайын деп үміттенеміз. Кепілдік әрине береміз, бұл анық. Мемлекеттегі қарулы күштер басқа да әскерилер мен әскери құрамалар сол үшін. Өйткені міндетіміз егемендік пен аумақтық тұтастықты қамтамасыз ету. Украинада жүріп жатқан арнайы операцияда 498 ресейлік әскер қаза тауып, 1597 адам жарақат алды. Бұл туралы Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігі мәлімдеп отыр. Ал Украина тарапы қарсыластарының одан да көп шығынға ұшырағанын алға тартуда. Бұған дейін екі ел келіссөзді жалғастырамыз деп уағдаласқан еді. Алайда жиын уақыты кейінге шегерілген сыңайлы. Сбор денег снова. Украинада әскери операция 8-ші күн жалғасып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы онда қаза болған бейбіт халықтың саны күн санап өсіп жатқанын хабарлаған еді. Ал Ресей мерт болған әскерилердің саны 500-ге жуықтағанын мәлімдеді. Бұған дейін губернаторлар қайтыс болғандардың нақты санын атамаған еді. Ал Украина тарапы қарсыластарының одан да көп шығынға батқанын айтады. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Ресейге қарсы жаңа қарар шығарып, оны 141 мемлекет қолдаса, 5 ел қарсы шығыпты. Бас ассамблеяның үндеуі нақты және айқын. Украинадағы әскери әрекеттерді дереу доғару қажет. Диалог пен дипломатияға мүмкіндік беру керек. Украинаның тұтастығы мен егемендігі Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес құрметтелуі керек. Бізге бір минутты да жоғалтуға болмайды. Бұл қақтығыстың ауыр зардаптары белгілі, сондықтан алдағы уақытта Украинадағы жағдай ушыға түсуі мүмкін. Бұған дейін Украина мен Ресей арасында келіссөз жүргізілуі керек еді. Бүгін Ресей делегациясының басшысы Владимир Мединский екінші раунд жақын арада басталатынын хабарлады. Бұл ретте Пентагон басшысы әлемді алаңдатқан жайт тек бейбіт түрде шешілу керек деген пікірде. Жағдайды ядролық қару қолдануға дейін жеткізбеген дұрыс дейді. Менің ойымша біз ядролық қару қолдануды қалайда болдырмауымыз керек. Оның арты қиын жағдайға алып келетінін ұмытпайық. Біз мұны көргіміз келмейді. ақш президенті америкалық әскер Украинада Ресеймен соғыспайтынын айтты. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше соңғы 6 күнде Украинадан 835 мың адам кетіпті. Қазір босқындар үшін негізгі бағыт Польша болып тұр. Назкен Еркін, Аяулым Көлжігіт, Алматы телеарнасы. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы Украина шекарасында қалып қойған ауыр жүк көлік жүргізушілеріне көмектесіп жатыр. Бұл туралы палата директоры Айтуар Қошмамбетов мәлімдеді. Оның айтуынша, кешеден бері 60-қа жуық ауыр КАМАЗдың 18-і Украина мен көршілес Молдова, Польша және Ресей арқылы Қазақстанға жол тауып шыға білген.
Ал қалып қойған өзге жүргізушілер үшін кәсіпкерлік палатасы жедел желі ашыпты. Яғни азаматтар 1432 нөміріне хабарласып көмек сұрай алады. Бірінші кезекте тез бұзылатын азық-түлікті алып келе жатқандарға жәрдем беріледі. Қарап жатқан кәсіпкерлер осыны мәселе кез болып жатса, шетелде қиналып, біздің ұлттық кәсіпкерлік палатасына хабарласа алады. 1432 қысқар нөміріне, немесе біз жариялаған бірнеше мобильдік телефондар бар. Сонымен қатар сыртқы істер министрлігінің тарапынан, осы Ресейдегі және Украинадағы консулдықтар мен елшіліктердің тарапынан көмек ала алады. Одан бөлек Украина мен Ресей арасындағы текетірес салдарынан жапа шегіп шығынға батқан басқа да кәсіпкерлер арнайы көмек ала алады. Бастысы кәсіп иелері заңды келісім шарттың бұзылғаны туралы құжаттарды көрсетсе болғаны. Бұндай мәселемен кез болған азаматтар, кәсіпкерлер Атамекен кәсіпкерлік палатасына форс-мажор сертификатын алу бойынша жүгіне алады. Арнайы номер сол 1432, сонымен қатар әр қалада біздің сол форс-мажор сертификатымен айналысатын арнайы специалист бар. Ел үкіметінде дағдарысқа қарсы шаралар жөніндегі жедел штаб құрылды. Ол туралы үкіметтің баспасөз қызмет хабарлады. Жедел штаб Ресей Федерациясына санкциялар пакетінің салынуына және олардың Қазақстан экономикасына тигізер әсеріне байланысты экономикада және бизнестегі проблемалық мәселелерді қарап шешетін болады. Жедел штаб құрамына негізгі мемлекеттік органдардың бірінші басшылары, кәсіпкерлік қауымдастығының өкілдері және салалық сарапшылар кіреді. Сонымен қатар жедел штабтың алдағы жұмысына отандық бизнес пен сарапшылар қауымдастығының басқа да өкілдері қатыса алады. Қазақстан Республикасының бас прокуроры тағайындалды. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бас прокуратураның басшылық құрамымен бейне байланыс арқылы кеңес өткізіп, Берік Асыловты таныстырды. Президент қоғамның басты талабы заңдардың қатаң сақталу екеніне тоқталды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, қазір прокуратура органдарына жүктелген ең үлкен міндет қаңтар оқиғасына қатысты жағдайларды мұқият әрі жан-жақты тергеп тексеру. Президент кеңес барысында заңдылықты қамтамасыз етіп, азаматтардың құқықтарын сақтау қажет екеніне назар аударды. Сонымен қатар кінәлі адамдарға қатысты жауапкершілік шараларын қабылдай отырып, расталған әрбір хабарламаға дер кезінде мән беруді, тергеу барысы жөнінде халыққа уақытылы ақпарат таратуды тапсырды. Қаңтар оқиғасында қаза болғандар тізімі міндетті түрде жарияланады. Жаңа тағайындалған бас прокурор Берік Асылов осылай деп уәде берді. Айта кетейік, Сенат кулуарында журналистер оқиға кезінде қаза тапқандар тізімі әлі күнге дейін жарияланбағанына наразылық білдірді. Алайда бас прокурордың да жауабы қысқа болды. Этот список будет обязательно объявлен. Ол тізім міндетті түрде жарияланады. Сіздер қатысасыздар. Бірақ қазір қашан екенін айта алмаймын. Тергеу жүріп жатыр. Әлемде COVID-19 пандемиясы соңына жақындады. Бұлай деп Гамалей атындағы эпидемиология және микробиология ғылыми орталығының бас ғылыми қызметкері вирусолог Анатолий Альтштейн болжап отыр. Профессордың мәлімдеуінше, бұдан кейін коронавирус пандемиясы болмайды және науқастар қатары ақырында азая береді. Бірақ сырқаттану, өлім-жітім жойылмайды екен. Енді тек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пандемияны тоқтату туралы шешім шығаруы қалды дейді. Адамзатта вирусты тежейтін ұжымдық иммунитет қалыптасты дей аламыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы пандемия аяқталды деп хабарласа болды. Бұл аурудың төмендеуіне және толқындардың тоқтауына ықпал етеді. Індет жоғалып кетпейді, бірақ қарқыны бәсеңдейді. Елімізде де эпидахуал жақсарып, науқастар қатары айтарлықтай азайып келеді. Соңғы тәулікте барлығы 253 адам вирусқа шалдығыпты. Соның ішінде бұған дейін көш бастап келген Алматы қаласында да жұғу дерегі азайды. Кеше мегаполисте 80 адамның сырқаттанғаны белгілі болды. Ал бүгін барлық өңір жасыл аймаққа өтті. Осыған байланысты елімізде бірқатар шектеулер жеңілдей бастады. Науқаспен байланыста болған, бірақ ауру белгісі жоқ азаматтар оқшауланбайды. Сонымен қатар мектептерде вирус жұқтырған балалар аз болса, сынып карантинге жабылмайды. Елімізде алғаш рет «Бүркітші қыз» Айшолпан деректі фильмінің тұсаукесері өтті. Осыған дейін әлемнің 30 елінде көрсетілген туындыны Сүлеймен Демирел атындағы университеттің студенттері тамашалады. Премьераға фильмнің бас кейіпкері моңғолиялық қазақ қыз Құсбегі Айшолпанда қатысты.
Атақты Отто Беллдің режиссерлігімен жарық көрген саятшы қыздың өмірі арқау болған деректі фильм Оскар сыйлығына үміткер 15 туындының басын бастап тұр. 2013 жылдан бастап кино түсірілдім, яғни ол кином 2 жыл жарым түсірілді. Ол кинода болғанда бірінші ана мен әкенің тәрбиесі, ана мен қыздың тәрбиесі, және де қазақтың салт дәстүрі баяндалады. Монғолиядағы қазақтар қалай тұрмыс тіршілік етіп жатқан күнделікті өмір жағдай. 2013 жылдан бастап осы әлемге бүркітші қыз ашық ретінде танылды. Мен алғаш рет. Осы фильмнен кейін әлемге танылған саятшы қандасымызға шетелдің белді жоғары оқу орындарынан жолдамалар да ұсынылыпты. Соған қарамастан бүркітші қыз ата жұртқа оралып, армандаған мамандығына оқуға түскен екен. Алғашында әрине бәріміз таңғалдық, ойбай, сонау Оксфорд, Гарвард университеттері шақыртқан бүркітші қыз Сүлейман Демирел университетін таңдапты. Соның ішінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына келеткен дегенде, ой, ол қандай қыз екен, қазақша білем екен, қандай студент болады екен деп, әрі күдік, әрі мақтаныштың бойымызда болғаны рас. Алматыда менің бірім Сүйінбай атты республикалық жас ақындар айтысы өтіп жатыр. Жыр додасы биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналады. Айтыс өнерін жастар арасында кеңінен насихаттау, ақындық дәстүрді жаңғырту, жас ақындарды суырып салмалық қабілеттерін шыңдау айтыстың басты мақсаты дейді Қазылар алқасының мүшелері. Ең бірінші бұл жерде сөздің күші ғой, сөздің қуаты, уәжге ұсталығы, ақынның тапқырлығы бағылады. Әрине, қаншалықты көркем сөйлесе, шешен сөйлесе, ол соншалықты ақынның өзіне пай береді. Алдында аға буындарды көрген, оның алдында ата буындарды көрген кәдімгі, оның үстіне ақпаратпен толықтай қамтамасыз етілген жан-жақты ақындар. Осымен 6-шы рет өтіп жатқан шараны Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті мен Алатау дәстүрлі өнер театры ұйымдастырған. Еліміздің барлық жоғары оқу орнынан 50-ге жуық студент қатысып, соның ішінен кіл мықты деген 20 жас ақын іріктеліпті. 100-ден жүйрік шыққан ақындар үлкен айтысқа жолдама алады. Сондай-ақ қомақты ақшалай сыйлықтармен марапатталады. 20 ақын финалға шығып отыр. Жалпы биылғы айтысымыз өздеріңізге мәлім, Ахмет Байтұрсынұлы ол ұлт ұстазы. Сондықтан бүгінгі жас ақындарымыздың қозғап отырған көптеген тақырыптар осы ұстаздыққа, бала тәрбиесіне Ахмет Байтұрсынұлына арналып отыр. Алматы қаласының Медеу ауданында көпбалалы мұғалімдер арасында асыл ана байқауы өтті. Сайысқа қатысқандар 4 кезең бойынша бақ сынасты. Отбасылық құндылықтарды дәріптеу, қазақы салт дәстүрді жаңғырту бойынша түрлі сұрақтар қойылып, үздіктер анықталды. Бұл байқауға қатысуға 30-дан астам келіншек ниет білдіріпті. Ал бүгін арнайы комиссия іріктеуінен өткен оны өз өнерін көрсетті. Байқауды өткізудегі негіз мақсатымыз аналарымыздың қоғамдағы рөлін арттыру, отбасылық құндылықтарын кеңінен насихаттау, сондай-ақ ұлт дәстүрлеріміздің, әдет-ғұрыптарымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына себеп болсын деген ниетпен осындай керемет шараны өткізіп жатырмыз. Ал қатысушылардың айтуынша, мұндай сайыс өткізудің мәні зор. Өскелең ұрпаққа қазақы тәрбиені сіңіру маңызды. Оның үстіне дамыған заманда жұмыста істеп, ұрпақта тәрбиелеуге болатынын көрсеткіміз келді дейді. Осы ұлағатты ұстаздардың арасындағы көп балалар аналарды әрі көрсетіп, бір қолменен әлемді, бір қолменен бесікті тербелеп жатқан осы ұлағатты аналарымызды осындай байқау ұйымдастырып іс-шараға шақырып жатыр. Қатысып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Қадірлі көрермен, осымен әзірге келіп түскен жаңалықтар легі тәмам. Толығырақ кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарды жіберіп алмаңыздар.